Адам өмірін орташа 100 шамалап бір дәуір деп атаған. Бір дәуір 100 жылды 4-ке бөліп, әр 25 жасты бабалар дәурен, ел ағасы, аталық жас, таушымшық деп атаған. Дәурен жасты сараласақ, шақалақ нәресте 1 жасқа дейін, 1 мен 2 жас арасы, қыз бала бөпе, ұл бала бөбек, 2 мен 3 жас арасы бүлдіршін, 3 пен 5 жас арасы балдырған, 6 мен 7 жас арасы сәби, 8 пен 12 жас арасы ойын баласы. Бұлар қыршын жасқа жатады. 13 пен 15 жасқа дейін ересек бала, яғни жеткіншек. 16 мен 19 жас арасы бозбала, яғни қолғанат шақ. Ал 20 мен 25 жас ересек естияр шақ, жас жігіт. Ел ағасы. 25-30 арасы боз балалық шақ. Бұл да жас жігіттер. 30-40 жас арасы дүр жігіт, яғни жігіттік шақ. 40-50 жас ер түлегі. 50 мен 60 жас аралығы жігіт ағасы. 70-80 жаста ақсақал, 80 жастан асқан соң қарт, қария деген жалпы атаумен аталады. Жас айырмашылықтарының жеке атаулары былай: Құдай берген жас, есек жас, ит жас, маймыл жас. Құдай берген жас уайымсыз, қайғысыз, мұқтаждықтан еш хабарсыз, дүниені сезінбей, күндерін күлкімен, ойын сауықпен, той-думан, тамаша сайранмен өткізер 30 жасқа дейінгі мезгіл. Есек жас Құдай берген бала шағаны асырау және ата-анаға сүйеніш болу үшін қандай да қиын жұмыстан қаймықпай, мехнат шеге отырып еңбек ететін 30-дан 50-ге дейінгі жастың арасы. Ит жас Ердің жасы 50-ге келген соң үй тірлігіне баса көңіл аударып, үй ішіндегі майда шүйдегі дейін көздерін таса қылмай, қалт жібермей бақылап, кейбір істелген істерге көңілі толмай, көргіш, айқайшы болып кетер 70 жасқа дейінгі аралық. Маймыл жас 70 жастан асқанда аз-аздап ақылы кеміп, 80 жастан асқанда бала болуға бет алып, арырақ ұзаңқырай бере, белі бүкірейіп, денесі иіліп, бала біткенге ермек, ойынға, сайқымазаққа айналар кәрілік жастар. Ал өткен заманда шілменбет би адам өмірінің барлық кезеңіндегі әрбір 10 жасты бөліктеп былайша саралаған. 20 жас бала шақ, істеген ісі шала шақ. 25-тен асқан соң жігіт шақ келеді. Қартайғанда қайран 25, екі айналып келер медің деп өкінер жас. 30 жас әр шақ, 40 жас ер шақ, 50 жас бел шақ, 60 жас дер шақ, 70 жас мәрт шақ, 80 жас серт шақ, 90 жас жер шақ, 100 жас көр шақ.